Баяғыда бір кісі далаға қазанға ошақ жасамақшы болыпты. Жұмысын бітуге таяп қалғанда бір көршісі өтіп бара жатып, ошағын дұрыс орналастырмағанын, ошақ аузын күнбасысқа қарату керектігін айтыпты. Әлгі кісі көршім бірдеңе білетін шығар деп, соның айтумен бітіп тұрған ошақты қайта бұзып, көршісінің айтқандай жасапты. Тағы да жұмысын енді аяқтадым-ау дегенде, екінші бір көршісі келіп, тағы да дұрыс еместігін, ошақ аузын күншығысқа қарату керектігін айтыпты. Бұл көршім де бірдеңе білетін шығар деп, соның айтумен ошақты қайта жасапты. Енді біттім-ау дегенде, үшінші бір көршісі келіп, тағы да жасап жатқан жұмысының дұрыс еместігін айтып, ақыл қосыпты. Бір жағы шаршаған, екінші жағынан ақылды көршілерінен мезі болған әлгі адам ошақты бұзып тастап, сендерге бердім, өздерің жасап алыңдаршы деп кетіп қалған екен. Сонымен ошақ бітпей жаймен қалыпты. Бұл әрине әзіл үшін шығарылған әңгіме болғанымен, түсінген жанға мағынасы тереңде жатыр. Бұл әңгімені шығаруыма осы комменттер себеп болды. Біреуі қолдапты, біреуі қорлапты. Ал енді біреуі әңгімемнің дұрыс еместігін айтыпты. Әлгі әңгімедегі секілді ошақ салған кісі сияқты мен де әрқайсысын тыңдай беретін болсам, мына салып жатқан видеоларым шықпас еді жарыққа. Қымбатты тыңдаушым, бұл әңгімені шығарудағы мақсатым сіздің өміріңізде де осындай жайттар кездесіп жатса, ойланыңыз, дұрыс шешім шығарады деген сенімдемін.